Сәлеметсіздер ме? Мен нөмірі 1 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі Фай Ботагөз Найылқызы. Менің тақырыбым әдебиет жанның үні. Подкаст арқылы оқушыны әдебиетке баулу. Идеяның негізгі мақсаты оқушыларда әдебиетке қызығушылығын арттыру үшін подкаст технологиясын осы оқу процесіне енгізу, көркем шығарманы тыңдау, сезіну және талдау дағдыларын дамытады. Идеяның мәні мен жаңашылдығы. Әдеби мәтінді тек оқулықтан талдау емес, әдебиет аудио арқылы қабылдау, яғни интонация, дауыс ырғағы, музыка арқылы мәтінді оқушыға жақындату. Сабақта шағын 2-5 минуттық авторлық подкасттарды қолдану. Әдебиет подкаст студиясы әдісін енгізу, яғни оқушылар шығармалардың кейіпкерлеріне дауыс береді, өз пікірін аудио форматта жазады. Тыңдау арқылы түсіну, талдау, өз подкастын жасау мультимальды оқыту әдісі. Подкасты дәстүрлі оқыту мен интерпретациялау арқылы оқушыларда мәтінді түсіну деңгейі артады. Қазіргі оқушы визуалды және аудио ақпаратты жақсы қабылдайтын буын. Біздің қазіргі таңдағы әдебиет пәніне деген қызығушылықтың төмендеуі осы басты мәселеміз. Идеяның өзектілігі, яғни қысқа формат, тыңдауға қолайлы контент, эмоцияны жеткізетін дауыс өте тиімді құрал. Подкаст бұл баланың ішкі тыңдау мәдениетін қалыптастырады, әдебиетті жүрекпен қабылдауға жағдай жасайды. Біздің қазіргі таңдағы проблемаларымыз көп оқушы көркем мәтінді ұзақ оқу барысында жалығып, оқиға желісін толық түсіне алмайды. Талдау механикалық жүреді, эмоциялары қабылдауы төмендейді. Ал бұдан шығатын шешім әдеби шығармаларды кейіпкер монологтарын, автор ойын осы подкаст форматында беру, яғни оқушының қабылдауына жеңіл, қызықты және жаңа тәсілдердің бірі. Мысалға, шығарманың мазмұнына сәйкес 2-3 минуттық подкаст дайындайды. Сабақтың кіріспе, негізгі немесе қорытынды кезеңіне тыңдатамыз. Тыңдау бойынша сұрақтар мен талдау жүргізу, яғни оқушыларға берілетін тапсырма, кейіпкерлер даусына подкаст, немесе авторға сұхбат подкасты, немесе әдебиеттегі менің ойым подкасты. Енді бұдан шығатын нәтиже, міне, мұғалім жаңа әдіс енгізеді сабаққа, әдеби талдауды жандандырады, ал оқушы әдеби мәтінді жақсы түсінеді, тыңдау дағдысы артады, сөйлеу, ойды жеткізу, актерлік қабілет дамиды, әдебиетке деген қызығушылығы жоғарылайды. Қорытындылай келе, подкаст оқушыны әдебиетке тартудың заманауи, қарапайым және өте тиімді құралы. Бұл идея цифрлық дәуірдегі әдебиетті оқытудың жаңа векторын көрсетеді. Назарларыңызға рахмет.